жамбыл атындағы мамандырылған мектеп-интернатының мұғалімімін. Так, енді сіздерге бүгін мен өзім авторлық бағдарлама бойынша жазған бағдарламамды сіздермен бөлісіп таныстырып кетейін деген. Енді түсінікке кететін болсақ, бүгінгі жан-жақты жаңа технологиялар мен гаджеттер дамып тұрған замандарда балалар арасында адамгершілік құндылықтар, оның ішінде біріккен ынтымақтыққа, достық, қарым-қатынастыққа бағытталған құндылықтарды оқушы бойына дарыта отырып, саналы, салауатты тұлға қалыптастыру мұғалімнің еншісінде. Волейбол авторлық бағдарламасы жалпы білім беретін мектептегі дене шынықтыру пән аясында оқушылардың дене қабілеттерін дамытуға арналған. Бұнда енді олардың енді қозғалыс жаңағы белсенділіктерін арттыру, салауатты өмір салтын қалыптастыру, волейбол ойынының негізгі техникасы мен тактикасын жетілдіру мақсатында көзделген. Сонымен қатар бағдарлама спорттық тәрбие беруге, ынтымақтастыққа, жауапкершілікке, мақсатқа жетуге деген ұмтылысқа баулиды. Бұл бағдарламаның мен мазмұнын жаңартылған білім беру мазмұнына сәйкес құрастырылған және ел тәрбиесі пәнінің мемлекеттік стандартына негізделген. Сонымен қоса талапқа сай заң күші бар нормативтік актілерге сүйене отырып құрастырылды. Енді сабақтар ойыны түрінде жаттығулар, жарыстар, топтық жұмыс және рефлективті элементтермен ұйымдастырылады. Оқу үрдісінде волейбол ойынының ережелері, допты игеру, шабуыл және қорғаныс әрекеттері, командалық өзара әрекеттесу тәсілдері үйретіледі. Бұнда мен бағдарламаны 11 сыныпқа жасадым, 34 сағат, аптасына 1 сағат. Бұл 4 бөлімге бөлдім бағдарламаны. Бұнда ұйымдастыру, бекіту, дамыту, қорытынды бөлімге бөлдім. Енді өзектілігіне келетін болсақ, қазіргі заманда оқушылардың дене белсенділігін арттыру, денсаулығын нығайту және салауатты өмір салтын қалыптастыру білім беру жүйесінің маңызды бағыттарының бірі болып табылады. Бұл жерде енді қазіргі 11 сынып білесіздер, ұбт дейді, басқа да қосымша өздерінің сабаққа байланысты негізгі өздеріне көп салмақ алады да, көп қимылдамайды. Сондықтан бұл бағдарламаның ең бір маңыздысы жаңағы волейбол сабағында балалар қозғалып, қимылдап, кішкене серкіту несін жасайды өздеріне. Осыған байланысты мектеп жасындағы балалар арасында спорттық ойындар, соның ішінде волейбол секілді ұжымдық ойын түрлі ерекше маңызды ие. Волейбол ойынының балалардың физикалық дайындығын жақсартып қана қоймай, олардың қозғалыс үйлестірілген икемділігін, шыдамдылығын арттырады. Сонымен қатар бұл ойынның командалық өзара әрекеттесуі, өзара сыйластық пен жауапкершілікті дамытуға ықпал етеді. Бағдарламаның басты өзектілігі волейбол арқылы жаңа дене дамыту, жан-жақты жетілдірумен қатар олардың белсенді өмір сүруге дұрыс мінез құлық дағдыларын қалыптастыруға бағытталады. Енді мақсатына келетін болсақ, мына жерде ең бірінші сіздерге қазір мен мазмұнын қойып кетейін. Міне бүгінгі мен бағдарлама қойған мазмұны міне тұрақты мазмұндық бөлімі, нормативтік бөлім, ақпараттық әдістемелік бөлім, оқытудың ұйымдастыруға арналған әдістемелік нұсқаулық, қорытынды пайдаланған әдеттер. Енді мына жерде біз мақсатына келсек, мына көріп тұрсыздар. Спорттық ойынның негізгі мақсаты тек қана жеңіс емес, сонымен қатар бірліктің, ынтымақтастықтың маңыздылығын көрсету, бірлесіп мәселелер шешу, ойыншыны жауапкершілікке, әділдікке, еңбекқорлыққа тәрбиелеу. Осы мақсаттан мұндай міндеттер қойдым. Бұнда енді топтық жұмыстың және ұжымдық күш жігерлігін, маңыздығын екенін түсіндіру. Бұнда енді командалық не ғой? Өз команда екенін сезіну керек. Екінші, спорттың тек дене жаттығу ғана емес, әлеуметтік және психологиялық дамуға ықпал ететінін дәлелдеу дейді. Бұнда енді жалпы бала ойын арқылы жаңағы әлеуметтену, ойнап жүрген бала үшін әлеуметтенеді, осы көпшілікке араласып, сол міндетті қойдым. Одан кейін командалық ойын арқылы жастардың арасында ынтымақты арттыру. Бұл достық, қарым-қатынас болады уже балалардың арасында. Ойын барысында топтық стратегияларды қолдану, топтық шешімдер қабылдау үйрену. Бұнда өзін жаңа сенімділік,
жаңағы алға тарту, алға тарта білу, жаңағы өзінің лидер болуы, солай бала уже қалыптастыру керек солай өзі. Келесі бірлескен жұмыс жасау дағдыларын дамытқан мүмкіндік жасау. Бұнда енді бірлесіп істеген неше даму керек қой бірлесіп. Сондықтан бұл жерде қазақтың бірлесі бар, көп көтерген жүк жеңіл дегендей. Бірігіп жұмыс жасаса, мысалы команда болып дамиды бұл жерде. Келесі қимыл қозғалыс арқылы салауатты өмір салтын насихаттау. Бұнда енді жаман әрекетке ермеу бала, жаңағы әртүрлі жаман қазір бар ғой неше түрлі. Соған ер болмай, бірыңғай жаңағы салауатты өмір салтымен өмір сүруге бағыттау. Спорттық шеберлік қалыптастыра отырып, дене мәдениетін дамыту. Бұрын енді ортада өзін-өзін жаңағы сыйлау, өзін күш сезіну. Енді мына жерге күтілетін нәтижелерге келетін болсақ, бір оқушылар волейбол негізгі техникалық мәселелерін меңгеріп, өздерінің ойын шеберліктерін арттырады. Оқу барысында ойын тактикасы мен стратегияларының негіздерімен танысады. Оның барысында дұрыс шешімдер қабылдай алады. Команда құрамында тиімді жұмыс істеп, командалар рухты дамыту. Волейбол ойыны арқылы физикалық белсенділікті арттырып, денсаулықты нығайту, спорттық мораль мен этиканы қалыптастыру. Бұны бала енді толық барлық жағынан уже қамтылу керек бұл жерде. Енді оқушылар бағалау жүйесі мен құрал дейді. Былай алдым, бұнда енді оқушылар енді дамуын анықтап отыру керек қой. Мұғалім анықтап отыру керек, әрине. Соның ішінде мына жерде дене дайындығын бағалау мақсатында мен мысалы сынақ сағаттарына болады, топтық ойындар, эстафеталық жарыстар, жолдастық кездесулер ұйымдастырылады бұл жерде. Адам бойындағы тағы да бір басты құндылық бұнда отанға деген патриотизм. Спорттық ойындарға жеңістер еліміздің абыройын арттырып, азаматтардың отанға деген сүйіспеншілігін күшейтеді. Ұлттық командаға қолдау көрсету, жеңіс жолдарында командалық рух спортшыларды ғана емес, бүкіл халықты біріктіреді. Сонымен қатар жастардың ұлттық мұраны құрметтеп, өз еліне деген мақтаныш сезімін қалыптастыруға көмектеседі. Спорттық ойындар адамгершілік ұлттық құндылықтар дамыту мен нығайту жолында маңызды құрал болып табылады. Олардың көмегімен жастарға өмір сәттілікке жетудің қиындықтарды жеңуді, өз отаны деген сүйіспеншілікті арттырудың негізгі принциптері үйретіледі. Осы орайда мен сіздерге қазір волейбол жаңағы авторлық бағдарламасын назарға сұраймын. Келесі. Бұнда көріңіздер, мұнда енді практикалық мазмұндар бөлім, 11-ші сыныпқа 34 сағат, аптасына 1 сағат деп айтып кеттім. Бұнда енді көріңіздер, нәтиже. Бұнда уже мына жерге бір затқа жеттім деген не қойдым. Бұнда енді тақырыбы, бөлімі, тақырыбы, сағат саны, нәтижесі көрсетілді. Келесі, мына енді 4 бөлім дедім ғой, 4 бөлімге міне бөлімге бөлініп тұр. Одан кейін нормативті бөлім, бұл енді күнтізбелік тақырыпты жоспар. Бұнда енді бөлімдерге бөлінеді. Сабақ тақырыбы, оқу мақсаты бар бұнда. Мерзімі, сағаты, бұл жерде ескерту. Бұл жерде мен ссылкалар көріп тұрсыздар ғой, соған мен мысалы тапсырмаларды өзім видеоға түсіремін. Сосын ссылка арқылы салып қоямын. Көрнекіліктер пайдаланамын сол ссылка арқылы. Көріп тұрғаныңыздай міне. Келесі. Ақпарат әдістемелік бөлім. Бұл жаңа айтып кеттім, міне 34 сағат 4 бөлімнен бөлінеді. Бұнда енді айтып кетейін, бұнда бірінші үйрету бөлімінде бала өзі үйренеді. Одан кейін бекітеді, өзін дамытамыз. Сосын ең бір несі, біз 3-тік тәрбие деген бар. Бұнда ата-ана, бала, жаңағы мектеп болып біз балаларды біріктіріп, неше спорттық шаралар өткіземіз. Келесі, бұл енді әдістемелік нұсқаулар, олар енді 130 немен істедім. Бұл қымыжы айтқанда, 34 сағаттық қымыжы, мына жерге 1-2 қымыжын қойдым. Енді мына жерде авторлық бағдарламаның қолданыстағы даму динамикасы, мен 2 жылды қойдым. 11 сыныпта мысалы 2023-24 динамикасы, бір бағанағы 7 міндет бар ғой. Сол 7 міндетке мен міне каждый міндетке тоқтап кеттім мысалы.
қыркүйек айында 7 міндеттің балдық шкаласы и мамыр айындағы мысалы сол міндеттердің динамикасы басында қалай болды, аяғында қалай болды. мынау енді ұлттық мектеп лигасы аясында жетістіктерім авторлық бағдарлама нәтижелігі. Біздің балаларымыз ұлттық лигада біраз орындар алып жүр, грамоталары. Енді келесі бөлімге көшейік. Ол практикалық бөлім дейді. Бұнда енді қазір алаңда ауысып шабуыл тактикасын талдайық мына жерде. Мынау енді видео қазір қосам. Бұл видеода менің балаларым бір ойнап жатқан үзіндісін алдым. Сіздер соны көріп талдасақ. Одан кейін бірінші тапсырма сілтемеге өтіп, ойын барысында оқушылардың алаңда ауысуын көріңіздер. Кішкене дауыс шықты ойнағанда. Кешірім сұраймын Божана. Мынау мектеп лигасы іріктеу аймақтық. Бұл жерде көріп тұрсыздар, алаңда ауысты, иә. Отырмыз. Осы бойынша, тапсырма бойынша сіздер қатысып отырсаңыздар, өздеріңіздің игілеріңізді чатқа жазып отырсаңыздар, или қазір қосылып өздеріңізді айтып шығуларыңызға болады. Мен сілтемені қайта қосып көрулеріңізге болады. Алаңда қалай ауысты, нешінші зонадан нешінші зонадағы ойыншы ауысты, мысалы, сіздерге тапсырма. Қайтадан қояйын ба? Ол кісі видео қойып ма? Қазір естілмейді әріптес. Бұл сіздерге как тапсырма ретінде беріп отырмын, сіздер көріп, енді бұл жерден бұрыннан істейтін мұғалімдер бар, кейіннен келген бар, енді білетіндеріңіз бар, білмейтіндер кішкене қызықты шығар енді. Айта беріңіздер еркін. Қатысып отырсақ әріптестер. Мәди, Шәріп мына жерде. Көріп осындай. Жаңағы шабуылдағанда кім нешемен ауысып кетті деп ойлайсыздар? Бірінші шабуылда. Ұпай алды, осы қалай ұпай алды? Қарсылас қалай алдады, мен оқушылар? Видеоның басынан бастап қойыңыз. Басынан бастап? Иә, мына көрініп не? Зум дұрыс істемей отыр, шығып кетіп отырмын қайта. Менің зумым дұрыс істемей отыр. Егер басынан бастап қой керек. Басынан бастап қойып қойғыш. Қосылды ма? Видео көрін, қосылды. Міне, жақсылап. Біріншіге тапсырма, алаңда қалай ауысып шабуыл жасады, ұпай алды. Нешінші зонадан нешінші зонаға ауысып кетті, мысалы. Түстеп айта беріңіздер, қызыл футболкадағы, көк футболка деп айта беріңіз ғой нөмірлеріне. Мұны жерде екі ары қарай кетіп ұрды ғой. Ары қарай ол нешеге ауысып кетті? Екіңіз қазір айтамын, 3-4-ке ауысып кетті. Дұрыс па?
2-дегі зона 4-ке ауысып кетті ма? Бізде Иә, 4-те екі итакта төрт. қызылда шабуылшы тұр ғой. Қараңыздар, біріншіде шабуылшы қызылда шабуылда және скидка істейді. Дұрыс қой. Иә, Оның қайтып иә, келген екі. допты жаңағы қарсылас қызылды күтті ғой тағы шабуыл істеп. Ана жерде 2-дегі ойыншы Иә, 3-ке ауысып иә. кетті да 3-тен не істеді? Үштен екі. 3-тен допты соғып жіберді күтпеген жерден. Иә, 2-ден 3-ке ауысып шабуыл жасап жіберді. 11-ші аха. нөмірдегі ойыншы. Иә, Ұпай алып оның бойы келген. ұзын. Аха. Одан кейін келесі қоя бер. Осы сілтеме арқылы тағы екінші тапсырма. Қандай қателіктер болды мына жерде? Байқадыңыздар ма? Bir жағынан төреші ретінде қарап отырыңыздар, бір жағынан как жаттықтырушы ретінде қарап отырсаңыздар, қандай қателік болды? Қазір видеоны қайтадан қояйын. Енді қателіктерін қарап отырыңыз команданың. Қандай қателік до конца көріңіздер. Бұл балқашпен отыр менің балаларым, балқаштың балаларымен. Аха. Жаңа басынан бастап қойдық қой, мына шабуылымыз айтып кеткен. Көрдіңіз ба, ана 3-ке ауысып алды, блокқа барды да, қараңыз, ана жақтан күтіп тұр ғой, қызылдан мынау алды да мына жерден. Аха. Иә, аха. Ана скидканы күтті ғой тағы да лақтырады деп. Оған ана жерден алды да Иә, ұрып жіберді. аха. 11-ге лақтырып жіберді. Иә, енді тағы бір мына жерде бір шабуылдың несі бар еді, сіздер айтпадыңыздар. Қазір көресіздер. Оны да байқап отырыңыздар. Ол да біз дайындық неміз ғой, өзіміздің дайындап қойған шабуылымыз. Мына жерде бір қателік болды. Қандай? Қарсылас шабуылдағанда бізде блок жоқ. Көрдіңіздер, иә? Шыққан жоқ. Ешкім барған жоқ, иә. Аха. Міне заготовка көрдіңіздер ма? Бұл Мм. связкада тұрған ойыншы алды да, екінші топта оқыстан ұрып жіберді Лақтырып. күтпеген жерден. Солай ұпай алып алдық. Мына контрольный как раз не болған бізде. Солай алып алдық. Мгм. Қателік мына жерде, расстановка дұрыс тұрмай қалды. Судьялар қалай байқамаған білмеймін, кішкене. Бізде қалай әріптестер? Көбінесе шатысамыз, бізде сықырттан кейін ауыса беруге болады дейді. Неге сықырттан кейін ауытпайды ғой, допты соққан бетте подача сол кезде ауысу керек. Ана жерде менің ойыншыларым кішкене арттағы ойыншы кішкене ертерек ауысып кетті. Жақсы. Келесі менің сіздерге бір тапсырмам. Қарапайым мына жерде не? Енді білетіндеріңіз бар, білмейтіндеріңіз бар. Қазір көп осыны таратып жүр. Мына жарысқа барғанда біз қай жерге барғанда мысалы төрешілер сізге мындай 3 қағаз береді. Бұл қағаз не үшін арналған? Кімге беріледі? 3 қағаз беріледі қолдарыңызға жарыстың дәл алдында. Сонда осы қағазды толтырып берулеріңіз керек. Бұл ненің құжаты тапсыратын? Бұл расстановканың құжаты ғой. Өте дұрыс, иә. Расстановканың құжаты. Бұнда жазылады жаңағы ойыншылардың нөмірлері мысалы. Бірінші зонада 5-ші нөмір тұрса, екінші нөмірде 6-шы нөмір тұрады дегенде, ана жерде 20 тұрады дегенде, иә бұл? Түсінікті. Ал үстінде ана жерге тағы не жазамыз қосымша? Екінші несінде бөлімде. 6 ғана жазбаймыз ғой, еще кім жазып қоямыз мына жерге? Төрешілер жазармыз. Жоқ, бұнда төреші емес, бұл сізге командаға беріп тұр. Сіз командаға жазасыз бұл жерде. Ең үстінде Либераны команданың аты жөнін жазасыз. Либераны. Дұрыс, дұрыс. Екінші бөлімде либераны жазып қойсын нөмірін. Үстіне команданың аты екінші либера. Одан кейін 4 ойыншының расстановканы қойып қойасыз. Бұл өйткені төрешілерге кішкене ыңғайлы болу үшін алаңда расстановка дұрыс тұру үшін қарап тұрады, қолдарында болады. 3 қағаз дегенім ол 3 партияға береді. Бірінші партияда бересіз, екінші 3 партияға былай жазбайсыз. Өйткені сіз одан кейін замена жасап жүру мүмкінсіз, ауыстыру мүмкінсіз ғой. Сосын бірақ жазасыз уже екінші қағазды. Бұл жай өзім бөліскенім ғой, сіздерге кішкене білетіндеріңіз бар, білмейтіндеріңіз беріп жүріңіздер жарысқа барғанда. Келесі. Жақсы, еске салдыңыз, ұмытылғазы. Так, мынау кері байланыс енді сіздер шеберлік сабақты сізге қандай әсер қалдырды? Ауызша айтып кетулеріңізге болады, или чатқа жазулар болады. Одан кейін шеберлік сағаты барысында қандай жаңа мәлімет немесе тәжірибе алдыңыздар? Бұны да қосымша айтып кетулеріңізге болады. И ұсыныстарыңыз болса. Чатқа да жаза берулеріңізге болады, иә. Бұл енді авторлық бағдарлама деген не ғой?
өзіңіздің дайындап жүрген балаларды мысалы бір жетістікке жету үшін құр ойната бермей ең бірінші жаңағы мектептің базасына қарап мысалы волейбольный жаңағы неге сіздің спорт залыңыз лайық болса, біздікі мысалы волейболға лайық спорт залымыз. Соған қарай отырып жаңағы жоспар жасайсыз мысалы. Жоспар жасайсыз, жоспармен сосын жұмыс істегенде ғана уже нәтиже болады. Жаңағы неде. Менде сұрақ бар. Аха, Естіліп тұр ма жақсы? естіліп тұр. Солай авторлық бағдарламаны мысалы жазған кезде қандай құжаттар сұрайды, соны тағы бір тесттен өтіп шықсаңыз. Авторлық бағдарламаның негізі құжаттары көп, жаңағы бұйрықтары, жаңағы өтініш бірінші кетеді, одан кейін бұйрықтар кетеді мектептің. Одан кейін анау пікір керек, мысалы пікір енді мен зерттеуші болғандықтан мен профессор жаңағы доценттің нелері керек пікірлері жаңағы сіздің бағдарлама бойынша. Сосын өзіңіз сықылды мысалы зерттеуші басқа мектептің зерттеушінің пікір керек міндетті түрде. Оны түгел мөрленіп, түгел нетілу керек. Сонымен қосымша мына жерде мысалы бағдарлама жасағанда мысалы жаңағы өсу динамикасын көрсету керек. Бұл менде бар қазір негізінде. Міне. Не жердің мысалы дайындап келесіз балаларды, сол динамикасын қойыңыз керек. Одан кейін негізгі бұнда ең бір керекті жаңағы бағдарламасы ғой, бағдарлама жасау керек қой сағатқа. Соны түгел ашып көрсетулерің керек. Мен бұл жерде авторлық бағдарлама алған себебім мен көбінесе жаңағы баланы қалыптастыру өмірге. Жалғыз доп ойнау емес, адамгершілікке, отансүйгіштікке, ұйымшылдыққа, адалдыққа жаңағы жақсы тұлға тәрбиелеп шығару керек қой. Бұл волейбол арқылы. Волейбол ойын арқылы мен жаңағы баланы, тұлғаны тәрбиелеп шығару. Сол мақсатты алдым мен бұл нені. Бағдарламаны. Негізгі мақсатым сол. Тағы сұрақтарыңыз бар ма? Ұсыныстарыңыз болса, пожеланияларыңыз болса. Рахмет, жақсы көрген бәрі түсінікті. Жақсы, рахмет ағай. Бәрі жақсы өтті. Негізі менде бір сұрақ бар негізі. Қазіргі көбінесе төрешілер сол ортан зонадан секіріп алған көбі соған қарамайды, сол ашықпай қалса негізі. Мен көп мысалы жарыстарға өзім барып көрем, орталық зонадан қараған көп, ұрып секірген көп қарамайды да, сол ашықпай көп жібереді негізі. Көп төрешілер. Линиядан басып секіріп ұра береді, Жоқ, линиядан секіріп басып ұрмайды ғой. Линиядан секіріп ұрады. Олар линияны басады да, сосын барып секіреді олар. Жоқ, либера алда кіріп доп басқаса болады. Ар жаққа. Линиядан тұрады да, сразу келіп жүгіре салады. Ол негізі болмайды ғой, ол сразу наоборот сол ашқып жүру керек қой. Төрешілер соны көп сол қателікті соған қарамайды негізі. Орталық зонадан сондықтан қай жарыс болсын негізі ойын негізі төрешіге байланысты, төреші негізі ол төрешінің өзінің қателігі ғой енді оған. Сондықтан төреші дұрыс болған жақсы ойында. Балалар да байқап тұрады, ойнаған төрешінің қателігін байқаса, балалар да уже кішкене басқаша ойнай бастайды уже. Көптеген жарысқа бармын сол. Сол кезде осылай кеңесін беріп жүремін, осылай көп. Төрешілердің жақсы жігіттер де бар, жақсы төреш жасайтын. Бірақ қалай түседі соған байланысты ғой. Жақсы, рахмет тағы да. Жақсы, жарамаса Мангелдиевич, бәрі түсінікті болды. Рахмет сізге, еңбегіңіз жемісін көре беріңіз. Балаларыңыз өсе берсін. Мақсатыңызға жетіңіз. Рахмет, амин. Жақсы әріптестер, біздің уақытымыз шектеулі. Назар аударып тыңдағандарыңызға, қатысқандарыңызға үлкен рахмет, уақыттарыңызды бөліп. Сау болыңыздар. Жақсы, ағай, сау болыңыз, амандықта болыңыз. Сабағыңыз жақсы болды. Көп тәжірибе жинадық.